Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл видеода 3 қана ингредиенттен жасалатын шелпектердің рецептісімен бөлісемін. Ыдысқа жылы су, одан кейін 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды илектен өткізіп, жайлап, бірінші қасықпен, одан кейін қолдың көмегімен қамырды илейміз. Міне бізде осындай тығыз қамыр шықты. Енді оны салафанға немесе осындай ыдысқа салып, бетін жауып, шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп илейміз. Енді бұл қамырымызды шамамен 7-9 бөлікке бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Енді қамырларымызды жаюға ыңғайлы болу үшін видеода көрсетілгендей домалақтап, кеуіп қалмас үшін бетін сүлгімен жауып, дайындап қоямыз. Дастарханға сәл ұнымызды сеуіп, қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымыздың көлемін өз табамыздың көлеміне келетіндей етіп жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз осындай қалыңдықта болады. Енді барлық қамырымызды осылай жайып шығамыз. Табаға сұйық майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін шелпектерімізді салып пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, шелпектеріміздің алдымен бір жағын, одан кейін келесі жағына аударып, екінші жағын қуыратын боламыз. Барлық шелпектерімізді осылай пісіретін боламыз. Міне достар, біздің шелпектеріміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, әрі қарапайым. Өз қалауларыңыз бойынша жасап көрсеңіздер болады. Ал егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, колокольчик белгісін басып кетуді ұмытпаңыз.